Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Бүгінгі сабақта сөйлемнен зат есімдерді табуды білесіңдер. Зат есімнің сұрақтарын, ерекше белгілерін еске түсіресіңдер. Дәптерлеріңізді ашамыз. 11-ші қаңтардың 11-і деп жазамыз. Зат есімге мынандай анықтамалар берілген. Соларды жазып аламыз. Зат есімнің атын білдіреді, заттың атын білдіреді, кім не, кімдер нелер деген сұрақтарға жауап береді. Жалпы жалқы болып екіге бөлінеді. 9-шы жаттығуға келейік. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Бұл жерде құмға салынған сурет деген мәтін берілген. Келесі суретші ата деген мәтін бар. Оны да оқып шығамыз. Балалар, білеміз, біз бірінші мәтін ол жай мәтін, ал суретші ата деп берілген ол өлең түрінде берілген мәтін. Осылардың ішінен біз зат есімді табуымыз керек. 9-шы жаттығудың тапсырмасы: суретші ата мәтінінен зат есімдерді теріп жаз. Қайсысы жалпы, қайсысы жалқы екенін айт. Жалқы есімдер: Шалкөде, Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әділхан. Жалпы есімдер: ақындар, суретшілер, Батыр, Гүл, Диқан, Жайлау, Тау, Кенші. Осыларды жазып аламыз. Балалар, бас әріптен жасалатын сөздерге сипаттама берсек, олар адамның аты жөні, қаланың аттары, жануарға қойылған аттар, өзен, көлдердің аттары. Бұларды барлығын жалқы есім деп атаймыз. 10-шы жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде берілген мәтінді көшіріп жазып, ішінен зат есімді табу керек. Есіміздесі болса, кім не, кімдер нелер деген сұрақтарға жауап береді зат есім. Ал бірінші сөйлемнен зат есім мүсін, не. Екінші сөйлемде саз, балшық, не деген сұрақ болады. Үшінші сөйлемде бедер. Ары қарай кеттік. Керту деген бунақтап кесу дейді. Бедер бір нәрсенің бетіне арнайы салынған сәнді із, таңбай екен. Бұны да дәптерімізге жазып аламыз. Және бізде мүсін деген сөздің жазылуын мен айтылуының айырмашылығы міне берілген. Осыны салыстырып көрейік. 11-ші жаттығу сызбаға қарап жалпы және жалқы есімдер туралы қорытынды жасайық. Жалпы есімдер барлығына жалпылама келетін сөздер. Мысалы, жалқы есім: Бибігүл Төлегенова, Роза Бағланова, Әлібек Дінішев болса, олардың барлығы кім деген сұраққа жауап беріледі. Олар кім? Олар әнші. Тақырыпты түйінді сөздері. Берілген сөздердің қайсысы жалқы есімдерге жатады? Бізде берілген сөздер бар. Олардың ішіндегі қайсысы жалқы есім және қайсысы біздің тақырыпқа сай екенін теріп жазып аламыз. Ақсақал, немере, қала, Тараз, ақын, Қазақстан, ата, іле, Қаратау, Мағжан, ауыл, құс, көше, жер. Біздің тақырыбымызға сай өлеңде жаңа мәтінде кездескен сөздерді тауып жазамыз. Балалар, зат есімдерді жалпы, жалқы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұрақтарға жауап беретінін айт, ойыңмен бөліс. Үй тапсырмасы: осы тапсырманы толығымен аяқтаймыз және зат есімнің ережесін құрып, жазып жаттап аламыз. Сабақ аяқталды.